Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 15 ноябрь 2023 жыл мен сіздерге Бишкек шаары Агоргодон бир жакшы сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Мынакей бул үйүбүз бүгүнкү чыгарса сатылуучу үй болуп калат. Дарек Камбаркан көчөсү 39-үй. Лушихина Камбаркан көчөнүн кесилишинде сиздер түштүктө үйдө карай бассаңыздар, катардагы сол тараптагы экинчи үй болуп калат тугандар. Мынакей бул центральный Лушихина көчөсү. Бул жерден дагы маршрутка жүрөт. Мынакей маршрутка тугандар. Үйдө жагы Гагарина көчөсү калат. Гагарин тараптан деле жана батышыраакка карай жүрсөңүздөр, бул светофор Барпы Алыкулов көчөсү тугандар. Ушул кесилиштерге ориентир алсаңыздар болот. Дагы эмне маалыматты? Эми калган маалыматты үйгө барып берейин. 215 маршрутка тугандар ушул Лушихина көчөсү менен. Так, бул үйүбүздүн көчө тарабы. Эң эле түндүк чегара бул жерден башталат. Дарбаза, калитка и забор тугандар. Түштүк чегара болсо мына бул жерден кошунан дарбазасына чейин могу жерге чейин болуп калат тугандар. Жалпысынан жердин аянты кызыл китебинде 5 соток, фактически 6,5 соток бар экен тугандар. Так, жолдор мынакей экенен и жакшы жер, электр энергиясы, природный газ, центральный канализация бар экен. Так, андан ары сиздерге кирип калган маалыматты бир жекеден берейин. Мынакей бул негизи кирүүчү дарбазасы. Кирсек эле бул жерде мынакей бул үйүбүздүн короосу. Жана айткандай жалпысынан жердин аянты 6,5 соток. Бул жагы алтыра брусчатка болгон. Кенен бир чоңураак жүк ташуучу машина коесуздарбы, 2-3 жеңил машина коесуздарбы, кенен баткыдай көрүнөт. А бул жакта 170 квадрат метр болгон үй тугандар. Стенасы толук түрдө бышкан кызыл кирпич. Сырткы тараптан базалитный утеплитель, сырткы тараптан мына травертин чачылган. Так, мынакей тугандар ушундай үйүбүз. Арт тарабы зеленый зона, мынакей гүлдөр и үйгө чейин көчөдө тараптагы забордон бир 3 метрдей болжол менен аралык бар экен тугандар. Анан мектеп, садиктер жакын жерде жөө барып келген аралыкта бул жакта бар тугандар. И Гагариндин жээгинде медресе деле бар тугандар Агоргодо. Андан ары так. Алды тарабы мондай навес. Бул үй өзү 170 квадрат, плюс бул жакта мондай кошулган времянка деп коебузбу, кире бериш ушундай дагы бир бөлмөсү. И бул жакта отопление котел жайгашкан бөлмө, банясы, склад. Алды тарабында монча дагы бош жер, гүлдөр, ал жагынан да жер жемшек сеңиздер деле болгода. И үйдүн сырткы тарабындагы жатканасы. Так. Үйдүн бул мынакей чыгыш түндүк тарабынан көрүнүш, ал тарабында мондай тапчан бары бар экен тугандар. Так, үйдүн сыртынан эмне маалымат калды айтылбаган. Үйдүн сыртынан бардык маалыматтарды айтты окшойт. Эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, көрсөңүздөр темир эшик орнотулган. Мынакей бул кире бериш прихожка тугандар. Так, анан бул жагында дагы бир бөлмө бар. И бул жерге ракайнын суу чагылган, газ кирип, газы плита да орнотулуптур. Чыгыш турган терезе жана мынакей бул жакта анда бир бөлмөсү. Так, андан ары бул тарапка карай кетсек, мондай коридор. Бул коридордон тугандар калган бөлмөлөргө жана экинчи этажга чыгып кете алабыз. Көрүп турсаңыздар, ремонт свежий, жаңы болгон ремонт экен тугандар. Полдор ламинат, дуалдар обой. Оң тараптан мынакей кухнянын бөлмөсү. Мынакей эрлердин жайы, чыгыш тараптан чоң терезе, отоплениянын батареялары. Мынакей ушундай ремонт полдор ламинат экен. Жана бул жактан деле ракайын орнотуп суу чыгарылган. Так, андан ары бул жакта карай берсек, зал, мынакей залдын көрүнүшү, батыш тараптан терезе, көрүп турсаңыздар ремонт тугандар. Мынакей. И андан ары
Бұл жағында бір спальня бөлме. Спальня бөлме. Батыс тараптан терезе. Пластик терезелер, отоплениенің батареялары. И бұл жағында туғандар бір кладовой кешіресіздер. Гардеробтың жайы, мінекей, гардероб расчетталған негізінен. Түштік тараптан терезе. Бұл жақта бірінші этаждың санузлы, екінші этажда терезе бар туғандар. Душ, унитаз, раковина, мынау ушундай. Так, андан ары. Сіздерге екінші этажды көрсетейін. Так, бұл жақта тепкіштің түбінде жақын кладовкасы, жаңа ушундай жағаштан болған тепкіштер. Сіздерге екінші этажды көрсетейін. Айта кетчү нерсе туғандар ұмытып тұрмын. Бірінші этаж менен екінші этаждың ортасына плита тышталған. Негізінен үйді үшін, өз үшін сапатты қылып салынған үйде стена 1,5 кирпич, қызыл ұшқан кирпич. Так, андан ары, мінекей бұл екінші этажы. Шыққан осындай чоң коридор болса керек, бұл чоң туғандар. Мен оқылаты сонда осындай чоң жер. Мінекей келген. И бұл жағы негізінен ашол үйдегі офисный бөлме қатары қолданылып тұрған жер екен. Негізінен план бойынша бұл жерде айнектен болған мен бөліп қою планы бар екен туғандар. Оң тараптан бір шекеден көргөсейін, мінекей көріп тұрғансыздай бөлмелер аралық ешіктер. Жаңа бұл жерде бір бөлме. Түндік тарағынан терезе, көріп тұрғансыздай ремонт. И андан нары бұл жағында дағы бір бөлме, жаңа дағы түндік тарағынан терезе, көріп тұрғансыздай ремонт туғандар. Бұл жағынан отоплениенің батареялары. Бұл жерде екінші этаждың ең ақырғы бөлмесі, түштік тарағынан терезе. Бұл жерде көшелер район кенен көрінеді екен. Бұл жерде екінші этаждың санузлы. Ванна, душ, раковина, унитаз, жаңа ушундай ремонт. Емек құрылысын ашып қалған маалыматты шекеден берейін. Анағы мен қайлы сатылыш үйдің құрылысындамын туғандар. Бұл жақта котел, баня, склад туғандар. Оларындағы сыртқы тарабы травертин болған. Так, андан ары бош жер, тышқы тарабындағы ажатхана. Бұл жерде черешня абақтары, чегарлар көртостар, байқау бере тұрады. Так, басы бұл үйдің туғандар $155,000 сұрап тұр. Анандағы сөйлеушіл болып. Есінің номері экранда жаңа описанияда есеттер деп жазылып тұрады туғандар. Звонок сөйлеуші көріңіздер, сөйлеушілер болып. Адам достармен, группалармен бұл видеоны сіздер бөлішсеңіздер, маға бұл иесіне чоң жардам берген болыстар. Анда мәселеніздермен қошташам. Кейінгі шығашқа чейін саламатта қалыңыздар.